Ассаламағалейкум. Қалайсыздар? Басымызға қиыншылық түссе, жолымыз болмай жүрсе, тәуіптер мен балгерлерге жүгінеміз. Сол дұрыс па? Олар қаншалықты рас айтады және қаншалықты бізге көмек бере алады? Оны тексеру үшін біз тәуіпке барып, өтіріктен Ресейге бір досымыз кетіп, хабарсыз кетті деп айтамыз. Ал шын мәнінде біздің Ресейге кеткен ешқандай досымыз жоқ. Бұл папарацци пранк шоуы. Көрейік. Kimde yaşayın? Досым бар. Россияға кетті, әлі жоқ та, мысалы, ол бар ма, жоқ. Kim ataysa ben hasta olmak. Ол жасай келеді. Не сам айтайын? Один вопрос, немножко он еще. Аферисті қада бар? Один вопрос. Первый. А во-вторых, бұл бір өз емес. Қасында тағы бір ме, екі адам бар. Бұл бір өз емес. Сейчас в данное время бұда рәскіліктер болған. Что-то дела не так уж деп айтып жатыр. Біраз вопростары бар. Но самое главное әңгімесінің өзінде. Саған все равно от него телефон звонок болады. Сен оның телефоны болғаннан кейін жолға баруың керексің, понимаешь? Вот что тебя держит. Ты сейчас вопроса не знаешь или да или нет, түсіндің ме? Но мнение ұзаққа бармайды, мен саған айтайын, все равно он сам тебе позвонит. Но мен саған айтайын, позвонит, поговорите, шақыраңыз. Чуть-чуть сәл сенетіндей деп айтып жатыр. Что-то немножко алдайтын сияқты. Неожиданно деп жатыр. Неожиданно деп сен айтып жатыр. Он тебе все равно сам позвонит, мен көріп тұрмын. И немножко там у него біраз дела не то болып тұр, оны да көріп тұрмын. Бірақ шарқалы вопрос болған, бір жұмыс не так уж екеулі болып тұр. Но мнениесін да айтып жатыр. Все равно ол саған как бы не был, бәрібір звондауы керек деп айтып жатыр. Сонда дозвонится. Онда біз Ресейге кеткен аферист досымыздың қоңырауын күтейік. Оған дейін Ернұр досымызды келесі тәуіпке жіберейік. Қанша теңге болады? Үйде таң қосам деп отырдым да. Үйде қазір екі адам тапқан, мен бір адам табысы ортаға түсіп жатыр. Бірақ үйде берекет жоқ. Түсінің бе? Сен бір бала, екі бала, үш баладан рахат көресің келешекте. Түсінің бе? Үйде қазір документтерімді көріп жатыр. Көліктігім алам деп отыр. Саған бір жер, екі жер, үш жерден табыс бар. Бизнестігім ашам деп отыр. Ойдақсың ба? Маған семей болып тұрған жоқсың. Бүгін ертең үйленбейсің. Анаң екі тойда атқарады, екеуін де жақсылыққа атқарады. Сен көз күзде күйіне бермейсің. Тек қана бір ақшаңа дем салдырып қалды. Бір ақшаң не бар, соған дем салып беремін. Енді қазір 200 бар да болғаны. Неге салдырасың демді? Жоқ, дем салдырып алды. Салдырып қойды, бір ақшаңа салдырып қойды, кейін олың. Қандай ақша салдырып? Сол үйге салдырып, біреумен Ол салдырып. дем деген не өзі? Тұмар болып тұрасың. Тұмар? Сонда көрсетемей ма, не аласың ол? Мысалы, кеткен ақшаларың орын толтырып тұрады да, берекетіне да. Кәдімгі берекет есебі. Жолың жаман емес. Бір емес, екінің ортасына жүрсің ба? Бойдақсың ба? Бүгін ертең үйленем деген ойдан аулақ бол. Түсінің ба? Неге? Келешекте бір бала, екі бала, үш бала, төрт баладан рахат көресің. Бүгін ертең үйленбейсің сен. Ойланбаған жерсің үйленесің. Түсінің ба? Жолыңа. Неге? Бүгін ертең деп айтамайын. Март демеймін, марттан кейін или марттан ары или бері. Мартқа жетсін. Қазір үйленбейсің, даже майға да барамын. Саған бір жер, екі жер, үш жер, төрт жердің табысы бар. Жаман болмайды. Саған бір емес, екі емес, үш адам, төрт адам, бес адам қолдау көрсетіп отыр. Жолыңызда. Көргендеріңіздей, бұл тәуіптер ешқандай анық мәлімет бере алмады. Сәйкес кеп қалар деп әр нәрсені бір айтты. Құрметті көрермендер, сіздерге айтарымыз, бұндай балгер тәуіптерге сенбеңіздер. Ресейдегі досым қашан звондайды? Звондайды саған. Бір күн, екі күн, үш күн күт, звондайды саған. Жоқ адам қалай звондайды саған? Мұнан көз сеп қалған бар бәлеу.